Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Қалайсыздар, амансыздар ма, ауырмай, жылы киініп жүрсіздер ма? Бүгін бізде чисто домашний влог болайын деп тұр ғой. Бізде күшті күн түсіп, әдем болып тұр, үйдің іші жап-жарық болып, күн шығып жарқырап, бірақ дала аяз, қатты суық. Аякош мына жерде сурет салып жатыр. Жоқ, сурет салып жатқан жоқ, сурет салып жатқан жаңа. Енді білмеймін, ойыншық ойнап жатыр. Мен қазір оның шашын тарайын деп жатырмын. Бүгін еш жаққа шығатын планда жоқ. Керісінше бүгін үйге құдай қаласа мен подружкам қонаққа келейін деп жатыр. Соған мен қазір самса пісірем, тамақ пісірем, ет шығарып қойдым. Сонымен дайындалам. Анеля кеше сау бол. Алихан сау бол. Анеля кеше кітап алған, кітапханадан ерте кітап. Аякуш Алихан соны бер дейді, Анеля бермейм дейді. В общем, екеуі соған таласып. Алихан кішкене жылап қалды, сосын оған жылама деп осындай блокнот беріп қой тәтелері. Бұл блокнот деген рахат қой, рахат. Ішінде деген неше түрлі ойын бар. Алихан, сен теріс ұстап тұрсың ғой. Былай қаратып ал, міне, өзіңе былай қаратып ал, міне. Холодильниктен ішіне заттар салып жатсың ба? Сумка екен ғой бұл. Кімнің блокноты? Менің. Осы блокнотты Алиханның өзіне беріп қоямыз ғой. Рахат, ішіне ойнап отыратын неше түрлі тәттілер де бар ішінде. Көрсетші маған, кәні. Не ол? Алихан? Ойбай, Алихан, ұқыпты қолданса мына жерді жыртып жатсың ғой. В общем, мына ішіне тень, помада, духи. Аякош мына өзі жыртық бет, Алихан жыртып алды ма? Мына жер өзі жыртық ба? Біз Алихан екеуміз қорқып кетсек, Алихан жыртты ма деп. Бұл кітаптарын жыртып қояды, байқамай, тәтелерінің суреттерін жыртып қояды. Тәтелер ұрсады бұған. Үш нәрсе бермейді, е, Алихан? Ой, не ғой. Жақсы болды қайта саған. Үй, золотой. Ешкім көріп атқан жоқ. Просто қосылып тұра берген, ұнамайды маған. Міне, мұнда тәтеміз кітап оқып, жатыр, рахаттанып. Қалай екен, қызық екен? Көрсетші, қандай кітап алдың? Көбісін оқып тастадың уже, иә? Оның да ішінде біраз ертегілер бар. Кеше кітапханасынан мектептен осындай ертегі алыпты. Қазақстан халқы ертегілері. Не, үлкен кітап екен, иә? Әдемі, еще новый. Қандай екен ішінде ертегілері? Суреттері көп па, еле? Аз суреттер ма? Күшті осындай суреттер. Ұнайды маған. Анық, молодец. Қызық ертегілер сияқты ғой, иә? Суреттерін салсаң да болады, олар мынандай үйшіктердің суреттері маған ұнайды, күшті. Ар жағында ана қарады, нелер, ағаштар деп. Міне осылай жылқы теуіп отыр ғой қасқырды, е? Осылай бала сабақ оқып жатыр. Жомарт сараң дейді, меқта папаң жүр ғой. Жомарт пен сараң. Папаң жұмыста кенсек, кітаптың ішінде жүр ғой десең. Үшім осылай Аякош Анелю кітап оқып жатыр. Үшеуінің аттарын жаңылтып шатасып қала берем. Аякош бізге бірдеңе көрсетеді ма, білмеймін, шашы жалбырап. Әкесі енді шашың тарап берейін де. Шашыңды тарап, жинап берейін. Аякоштың да шашы біраз өсіп қапты. Белінен келеді шашы, е? Менікі ұзын, менікі де. Сен ертегіңді оқы, болмаса ыдыс жу барып. Таңғы астына ыдысын жуған жоқ мәлі. Мектепке барған ұнай ма саған? Әлде демалыс болған ұнай ма? Мектепке барған. Демалыс болған. Қайсы ұнайды сонымен? Екеуі. Мектепке барғанда ұнайды, демалысқа шыққанда ұнай ма? Қағаз жеп жатсың. Ей. Қарай тұршқа, кекілі болса қалай болады екен көрейін. Нейін қалай істейді? Ұлға ұқсап қалдың ғой, ұл. Ода осындай шаш бола мәне. Білмеймін. Бұлай да ұлға ұқсайсың, бірақ. Ұлға ұқсайсың, мәне. Жақ.
Қызға ұқсайды ғой, қыз ғой бұл, қызға ұқсайды ғой, қыз ғой бұл. Бұжық. Кішкентай бұжық адам. Бізде Анеля бірдеңе бүлдірейін деп жатыр. Несінде жатсың? Инстаграмнан бірдеңе көрдім, соны жасап көрейін деп отырмын. Я Инстаграмнан жаңа фруктовый нарезка көрді. Оп-оңай екен, енді кішкентайларды жасай алады. Соны қазір жасап көрейінші. Тек алманы кесуге көмектесші, киви жоқ Негізі бізде. киви қою керек, ал бізде киви жоқ, бірақ алма бар. Сонымен алмамен жасай берейік деп. Анелек жасай берейін деп шешті. Мен Алманы кеспеші, маған. бір жағынан тамақ істеп атам, бір жағынан қарап тұрам енді жасаған. Алманы кеспе. Көрейік, не жасайтынын. Осылар қазір бізге керек болады. Саған ше, қандай? Түзу тарелка керек Иә, қой. соны аласың ба? Сондайдың басқа цветі бар ғой, әлде соны аласың ба? Көк па? Иә, сондай цветтер бар, соны алайын. Үшін балашаға кірісіп кетті. Бірінші мандарин ашып алу керек екен. Осы қана қалған, жетеді ғой бірақ, иә? Мен қазір алмасын кесіп берем. Бананды өзі кеседі. Күшті көмектесіп жатыр тәтесіне. Болады? Осылай кесіп беріп жатырмын. Қазір мен мандаринерді қойып шығам. Сүмбиятын. Сен сүмбиятсың ба? Саған ағаш жасап берейін деп жатыр ғой, жеміс жидектерден. Мынандай қылып дайындап қойдық уже. Мынандай қылып дайындап қойды. Енді мәзіге 2 бананды қоямын. Сылқып банан. Ешнәрсе қылмайды қазір, кескен кезде білдірмей жіберемін. Қоя саламыз. Негізі алманың орнына киви болса, цвет әдемі болады. Сосын біз кішкентай тарелка алып алдық ау деймін, иә? Кішкентай тарелка болып қалды. Бірақ бүйтіп алыстан қарасан, ұқсайды ағашқа. Сен алмаларыңды ше, кішкене былай ашып қоясың ғой? Иә. Бізде киви жоқ болғасын, мен алмамен жасадым. Киви болғанда вообще күшті болатын еді. Әдемі шықты. Иә, әдемі күшті. Бір көріп, бірден жүгіріп барып жасай салған. Алыстан айналады. Мамасе, молодец. Зато үніңмен сіңіліңе ашып бердің. Енді спокойно жеп отырады телевизор. Есікпен ойнамаңдаршы. Ата-тесінің мектепке алып жүрген су бұл. Үйден кәдімгідей стаканмен ішуге болмайды суды. Өстіп тәтесімен таласып ішу керек тәтесімен. Мен видео түсіріп жатырмын, Анелек деген өстіп ұрсады Аякошқа. Деп жатыр, не деп жатыр? Анеля маған көмектесейін деп жатыр, самса пісіреміз. Самса деген қатты. Ішінен ала алмай жатырмыз. Тастай болып қапты. Тамақ жөпітіп қоямыз ба, енді істейміз. Самса пісірейін деп жатыр, Анелек мен тамаққа кірісіп жатырмын. Так, самсаны салып қойдық. Етті бұқтырып қойдым. Күшті жұмсақ болып бұқтырылып тұра берсін. Балалардың қолы бос емес, телевизор көріп отырып, жұмыс жасап жатыр слайммен. Слайм жасайтын кезде Алиханның үстін ауыстырамыз. Осы оранжевый футболкасын кигіземіз, өйткені ол уже оны бүлдіріп тастаған. Мына слайм деген жақсы болды бізге, иә? Алихан деген жақсы көріп ойнайды. Ішіне ойыншықтарын салады, оны қайттан алады. Сен мына ойыншықтарын бәрін салып ойнап жатсың ба? Молодец. Қыздар сабақтарын бәрін оқып болған. Енді маған отырып монтаж жасай беруге болады. Сары келем дегенше. Сары? Сап-сары адам келеді қазір. Ал мен міне осылай отырып алып, қазір жұмыс жасаймын. Осылай үйде жұмыс деген осы. Тамағыңды істеп қойып, балаларыңа қарап отырып, үйде жұмыс жасайсың. Сіздердің комментарияларыңызды оқимын, ютубты жөндеймін. Монтаждар бар жасайтын, соларды жасаймын. Уақытым жеткенімше. Видеолардың бәрі жиналып қалады ғой, монтаж жасау керек. Күшті кетіп пиццаң, Аякош күшті жасайды кесін сен. Сол Анеляда да бар монтаж жасайтын видеолары, соларды жасаймын.
істеп отырып жасай берем монтажды. Міне өстіп маған қыздарым пицца әкеп береді арасында. Слаймнан жасалған. Осыларды жеп Слайм алам. емес, тамақтан. Тамақтан жасалған. Осыларды жеп алып, ары қарай монтажын жасап отырам. Сол жақсысы кетіс бар болып тұр негізі, ішіне жүгіріп, ойнап жеп. Кетіс парк па, кетіс бомба? Кетіс парк жақсы бізге. Бізде осындай күшті жоқ жұмсақ свежий торт алып кепті. Әнілік деген рахатын көріп отыр. Мына мультфильм күшті жақсы болды. Шеу қоғыз қалмай көріп отыр. Аякөш телевизоры кіріп кетейін деп тұр. Ал мен мұнда таңғы ас дайындайын деп отырмын. Жұмыртқа қурайын деп отырмын болгарскиймен, помидормен, пиязбен, үстіне ірімшік салып өзіме. Бір жағына қыздарға еш нәрсесіз тоже қурам, потому что олар мындаларды жемейді. Ал мен жақсы көрем осыларды қосып қуырған жұмыртқаны. Үшім таңғы асқа кірістім. Общем, менде осындай жұмыртқа пайда болды. Жанына қыздарға қуырып бере алмадым, потому что мынау деген көп болып кетті. Қызларда қазір бөлек қуырып беремін. Общем, бетіне сыр салдым, ішінде деген болгарский помидор. В общем, я обожаю такой завтрак. Қыздарға қазір ештеңкесі жоқ, дамы жоқ десең жұмыртқа қуырып беремін. В общем, біз тамақтан отырғы, Анүлікте мынандай дәптер бар екен. Құпия дәптер дейді, жеті ата, жыл деп. Үшін бір новый дәптерді арнап қойған ғой, маған оқып беріп жатыр ішіндегісін. Ең тәтті нәрсе жан, ең ащы нәрсе тіл, ең қатты нәрсе дім деген сияқты. Мынандай бар жазып. Қазақ жеті атаны қалай атаған, әке ата, арғы ата деп. Қазақ ата текті 12 атаға дейін қалай атаған? Жамағайын, жекжат, жұрағат, осылайла жазып апты. Бұл мектепте өткен тақырыптар емес, бұны папасы екеуі жазған. Папасының соткасынан көрінді ба, не істеді? Папа екеуі іздеп, папасымен әйтеуір сөйлесіп отқан. Әлі жазамын, тышқан жылы туылғандар деген. Олар үсті басын таза ұстап. Міне, Анүлік ертең жазып қояды. Сосын сіздер қай жылысыздар, комментарияға жазыңыздар. Сосын Анүлік соны оқып береді сіздерге, қараңыздар. Мысалы, тышқан жылы туылғандар, олар қай жылғылар? 72, 84, 96, 2008, 2020 жылғылар екен. Бұның ішінде сендер жоқ екенсіңдер, Мысалы, сен қай жылғысың? Мен қой жылымын. Мен 2027 екен. 2027 жылғысың ба сен? Ой, жоқ. 2015 жылғы қой. Үйде кім қандай жыл екен Анүлік жатқа біледі ғой. Осылай енді жазып жатыр. Тышқан жылы туылғандар, оқып берейін бе? Тышқан жылы туылғандар. Олар үсті басын таза ұстап, сақ жүреді. Думан той, ұрду-дұрды олардан бойын аулақ салуға тырысады. Мінезі тәкаппар, сәл нәрсеге өкпелегіш. Тағы да бар ма жазатын? Я бар ғой, көп бар әлі. Күшті. Ертең жазған кезде көрек Аянаның мінезін, менің мінезімді, өстіп жаза бер. Мен маған шай ішіп отырсақ оқып беріп жатыр да. Мен айтам, молодец. Ізденіп жүр қызым. Көп жазамын. Жаза бер. Қақтан папа екеуің жазып жатсыңдар ма? Папаның телефонынан көріп жазып жатырмын. Салауат бар, соны жазам, салауат. Салауатты жазып аласың ба еще? Молодец. Оны оқып жүрсең вообще күшті болады. Мен мына жеті атаны оқып жүрмін. Жаттап жүрмін осыларды. Осыны жаттасам таза қазақ боламын. Ой, таза мен. Папа айтқан маған, папа. Папаң айттым, осыларды білсең таза қазақ боласың. Онша емес қазақсың деді ма? Жоқ. Дұрыс, молодец. Гүлдерді сүртіп ал. Анүлік шаң сүртіп жатыр, менде уже обед дайын болды. Аякөш сабақта қазір келеді, құдай қаласа. Сосын Анүлік сабаққа кетеді. Мынау Алиханға ол жей береді, сәбіз, помидор, қарамайды, айтпай. Анүлікке жемеймін деп қалса, шетіне салып қойдым. Кеше күріш алған ғой, білмеймін, бір басқаша күріш па, дәу күріш екен. Еще көп салып қойған ба, тефтильге. Вообще осындай тамақ шықты. Кім тамақтан отыр, сіздерге де ас болсын. Не жасап жатсың, Анүлік? Білмеймін. Бірдеңе жасап жатыр, бірақ өзім білмеймін десем. Мен осы жерде дос аяқ осы жерді қылып. Не істеп жүрсің, Аяна? Осы жерден видеоны аяқтаймын, достар. Бізге тіркеліңіздер, тіркелмеген болсаңыздар. Міндетті түрде лайк басыңыздар. Комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода. Пока-пока.